Математика сабағында отырсақ ешкім менен көшірмейді. Математиканы да жаман білемін, басқа сабақты да жаман білемін. Солай отыра 5-ші сыныпта отырғанда андай ой келеді. Неге барлық балалардың бір таланттары бар? Менен ешкім көшірмейді, мен ешкім командаға алғысы келмейді. Неге менің қолымнан еш зат келмейді деп. Сондай ренжитінмін солай. Солай келе өзіме мақсат қойдым. Не болмаса да бір затқа үйрену керекпін деген. Сол 5-6 сыныпта. Солай келе бір информатика сабағында отырғанда бір сынық компьютер бар екен. Соны өзімше жаңағы жөндеп, анан шұқылап отырмайын ба? Соны көрген ұстазым маған мүмкіншілік береді, айтады, осыны үйренгім келе ме дейді. Мен айтамын, үйренгім келеді деймін. 11-ші сыныптың Фархат деген жігітімен таныстырады. Сол жігіт мен жаңағы ең бірінші осы компьютер жөндеуге үйретеді. Сонда үйреніп алғаннан кейін мектепте компьютер жөндеймін, оқушыларға ата-аналардың компьютерларын жөндеймін. Ол кезде 100 теңге, 200 теңге солай қолыма беретін. Солай келе ең бірінші менің кәсібім жаңағы компьютер жөндеу болатын мектеп кезінде. Компьютерщик деуші еді ғой ондайлар мектепте. 17 жасымда бірінші дүкенімді ашам, компьютерлық техника сататын. Ол кезде андай бу компьютерларды сатып аламын да, оларды жуып, ана жвачкасын, ручкасын, анан телевизорлар болатын, андай үлкен мониторлар. Соларды сабақтан кейін былай қолыма көтеріп алып, базарда немесе тапқан жерден үйге әкеліп, анан жуып, шайып, программасын қойып, 20 000 теңгеге сататынмын сол кездері. Сол ең бірінші кәсібім болатын.